үйге деген аман есен жетіп беті қолды жуып бетке кремді жағып жаттым ал. Темекі шегесіз ба дейді. Осы насыбай адаммен темекісінесіз. Осындай сұрақтарды көрсем, ана бір сөз есіме түседі, бірдеңелер де қартаяды дегенше. Ол сені алмайды дейма. Әпше неғыса мені аған еді ғой, алған еді, содан туған едім. Неғыса күлге аунып туған жоқпын ғой мен. Ағаңызбен дәкан салып отырмаңыз ба дейді. Құсын, ағаммен жарысып не істеймін? Ағатай, мен үйге қайтайын, үйге қолғабыс болайын, үйдегі тірліктеріммен айналысайын деп. Енді ағамызбен жарысып қыдырмаймыз ғой, үйге қайтқам ғой сол. Негіз маған неге история салмайсың деп көп адам айтады. Осылай бір жерлерге шықсам, барсам негізі салам. Былай мен қазір всегда үйде отырам да, ешқайда бармаймын, не сала беремін, не сонымен салмаймын ештеңе. Вот үйге келдім, эфирден кәдімгідей шығып қаптымшы, шаршап, басым ауырып, жолда таксиде ұйықтап, короче, әзер жеткенім бар. И плюс погода өте нашар болып кеттім, суықты жек көрем. Қарағандыға сол үшін уже 4 жыл почти мен Қарағандыда болмаған шығар, 4 жыл ма, 5 жыл ма қыстан. Вот суықты жек көрем, енді Алматыда суық. Мен жылы жаққа барғым келіп тұр. Бір жерге қыс болмайтын, бір жер айтып. Доброе утро, как дела? деп қоясыз ғой жаңағы жерде. Бізде осы сәл болсын адам болып қалдық әйтеуір. Соң қазір енді лечить врач келсем, не там да, дауысым шықпай қалды. Мен қазір лечащий врач келсе, сұрайын деп жатырмын, жалпы былай қалай дальше үйде таблетка, бірдеңе принимать етуге бола ма, или что, тағы жату керек па депші. Потому что температура түсті, бәрі нормально. Но натрий хлорид салып жатыр, екіншісі антибиотик походу. Оның, по-моему, курс лечениесі болған сияқты ма деп өз басым ойлап тұрмын да. Сол, в общем, мұрт қойып отырмын қалай бой. Ортасы өспейді еще. Екі шеті ғана. Қазір архив видеоларды көріп, кәдімгідей бір жағынан көңілім босап отыр, бір жағынан өзіме кәдімгідей мақтанып отырмын да. Өйткені бұл магазин енді менің балам ғой, былай қарап тұрсаңыздар, қаншама еңбек, қаншама ұйқысыз түндер, қаншама кәдімгідей ашылатын кезде қуаныш, көз жас деген сияқты, соның барлығын қарап отырып, бір жағынан мақтанып отырмын, бір жағынан енді қимай да отырмын, шыны керек. Бірақ бұл деген мен магазинді былай тастап жатқан жоқпын, жауып жатқан жоқпын. Өзімнің ары қарай өсуіме, ары қарай жұмыс жасауыма, ары қарай көтерілуіме бір қадам деп отырмын да. И солай отырып, енді бұл магазин маған қаншама пайда алып келді, қаншама өзімнің армандарыма да осы магазин арқылы жеттім, альхамдулиллах. Бірақ бір жағынан енді кішкене де өзім Түркістанда өзімнің туған жерімнен ашқан магазинім ғой енді. Сол кезде маған біраз адамдар айтқан болатын еді, неге бірден Алматыдан ашпайсың деген сияқты. Ал мен өзімнің жеке кәсібімді бірінші өзімнің туған жерімнен бастағым келді. И қазір енді өзімнің сол нәрсені көрдім ғой, мен жасап көрдім, қалай болатынын көрдім. И бір өкінбеймін ешқандай да ашқаныма, бірақ дәл қазір мен көбінесе Алматыда жүргеннен кейін, и сол жақта көп уақытым өткеннен кейін, мен енді ары қарай өскім келіп тұр. Сол үшін де осылай баламды жақсы адамға бергім келіп тұр. Тек қана маған жақсылық қана алып келген магазинім, еш қандай да бір жамандық ондай болмаған. Сіздермен бір ішімдегі нәрсе бөліскім келіп отыр да. Архивтерді, қызық сәттерді, көп видеоларды өшіріп тастаппын, енді барын ғана сіздермен бөлісіп жатырмын. И қазір инстаграмда қарап отырмын да, ойлаңыздар, магазинде кәдімгідей 58 мың тірі оқырман бар. Блогер болғысы келіп жүрген адамдардың өзі ондай подписчикті жинау өте қиын ғой. Ол жерде қанша адамның сенімі, қанша адамның ниеті кәдімгідей маған сеніп қарап отырған адамдар. И мен ол жақта көп бармасам да, маған ол магазин кәдімгідей ақша алып келіп тұрды. Өзім жасамасам да, бірақ мен өзім
көзім жетті андай бір тоқтап қалғанымды мен ары қарайда үлкен қылып ашқым келді, үлкен қаладан бақ сынағым келіп тұр енді шыны керек. Сол үшін де зона комфортадан шығу үшін ол жақта енді бизнес өзінің егесін іздейді. Сол үшін де мен Алматыдан ашқым келіп тұр. Қалай айтсам болады сіздерге, дәл осы магазиннің арқасында мен блогерліктен реклама алмасам да, жұмыс жасамасам да осымен күн көріп жүрдім ғой шыны керек.